Сәлеметсіңдер ме балақайлар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қысқы математикалық ойындар. Осы сабақта сандарды қосу және азайту дағдыларын дамытасың. Сонымен қатар ұзындықты өлшеу дағдыларын бекітесің. Балалар, қазір мен сендерге сұрақ қояйыншы. Қазір жылдың қай мезгілі? Әрине қыс мезгілі. Қыс мезгілі туралы не білесің? Қыс мезгілінде қар жауады. Аққала жасаймыз, Басқа жыл мезгілдерінің ерекшелігі неде? Әрине, аяз ата келеді. Қыс мезгілі өте ерекше екен балалар, Қыс мезгілі сендерге несімен қызықты? Әрине, шанамен сырғанайсыздар. Қыс мезгілі балалар өте ерекше, өйткені жердің бетін аппақ мамықтай қар басады. Біз әртүрлі ойындар ойнаймыз. Бүгін сабақта балалар біз қысқы математикалық ойындар ойнап, керемет емес пе, Тапсырмалар орындаймыз. Ой, балалар, қараңдаршы бізге қонаққа кім келгенін. Бұл кім? Әрине, аяз ата. Ал балалар, аяз ата сендердің сабақта тапсырманы қалай орындайтындарыңды бақылайтын болады. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен сендердің математика сабағынан білімдеріңді тексеруге келдім. Бірақ бос келген жоқпын. Сендерге үлкен сыйлығым бар. Бұл сыйлық ішінде қазынаға толы. Тапсырманың бәрін орындасаңдар балалар, мен осы қазынаны беремін және кілтін табыстаймын. Ал балалар, бұл байлыққа ие болуымыз үшін математикалық ойындардың жеңімпазы болуымыз керек. Балалар, олай болса, математикамыздың 130 бетін ашып, бірінші тапсырмаға қарай қойыңыздар. Бірінші тапсырмада хоккей ойыны берілген екен. 2 топқа бөлінген балалардың қайсысы жеңіске жетеді екен? Бірінші топтың есебі 5 пен 7-нің қосындысын айт. Екінші топтың есебі 6 мен 8-дің қосындысын табамыз. А тобы 14 пен 5-дің айырмасы нешеге тең? Ә тобы 12 мен 4-дің айырмасы нешеге тең? Қанеке балалар, дұрыс орындап, жеңіске жетіңіздер. Балалар, есепті шығарып отырсақ, қатты боран соғып, қарларды сендердің алдарыңа шашып тастады. Сендердің міндеттерің қарды екінші жағында жазылған тапсырмаларды орындау. Қардың орнына тиісті компоненттерді қоясыздар балалар. Дұрыс орындап, маған жіберуді ұмытпа. Ал балалар, келесі тапсырмамыз шынықсаң шымыр боларсың дейді. Біз шынықсақ әрине шымыр боламыз, шығарып көр деп аталады. Қай жол ұзын? Балалар, қанеке сызғышымызды алып, ұзындығын өлшеп көрейікші. Ал балалар, келесі есебіміз білімді мыңды жығар деп аталады. Бар білімімізді ортаға салатын кез келді. Орындап көр. Сырғанақтың макетін беремін. Сендер сол тіктөртбұрыш пішіндес сырғанақтың ұзындығы мен енін табасыздар балалар. Қанеке, кеттік. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Балалар, достарыңа аққала жасауға көмектесіңдерші. Ол үшін балалар мына берілген есепті дұрыс шығарып, орындауымыз керек. Тамаша балалар, бүгін көптеген тапсырмалар орындандар. Балалар, сендер бүгін аяз атаның сыйлығына
ие болдыңыздар, жарайсыңдар. Балалар, алдағы жаңа жыл мерекесінде математикадан үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Тамаша балалар, бүгін математика сабағында сендер сандарды қосуды және азайтуды үйрендіңіздер, ұзындықтарды өлшеуді үйрендіңіздер. Тамаша балалар, келесі математика сабағында кездескенше қош сау болыңыздар.